Барлығыңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай панкейкилардың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл панкейкилардың рецептісі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сол себептен видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай бір ыдыс аламыз, оған бір жұмыртқаны саламыз да, үстіне қант салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Енді үстіне жылы сүт құямыз да араластырамыз. Ендігі кезекте ерітілген сары майымызды құямыз да барлығын араластырамыз. Енді қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін ситадан өткізіп, ұнымызды саламыз. Қопсытқышты ұнмен араластырып та салуға болады. Енді осы ұнымыздың барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Асықпай әбден араластырамыз, себебі ортасында қамық болмауы керек. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді кезекте газға табамызды қоямыз да, астын жағып қыздырамыз. Қызып тұрған табамызға осылай бір қасықтан панкейкімізді құйып, пісіріп аламыз. Панкейкиларымыз пісейін деген кезде осындай көпіршік болып, осылай тесіктер пайда болады. Панкейкиларымыздың бірінші жағы пісқаннан кейін, екінші жағына осылай аударамыз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тезірек піседі. Мінекей панкейкиларымыз осылай пісуі керек. Енді келесісін құямыз. Панкейкиларды пісірген кезде газдың астын қаттыға қоймайсыздар, себебі тез күйіп кетеді. Жай отта пісуі керек. Мінекей тура осы видеодағыдай барлық панкейкиларымызды бірдей қылып пісіріп аламыз. Мінекей біздің панкейкиларымыз дайын болды. Осындай болып шығады. Ендігі кезекте шоколад пен сары майды газға ертіп аламыз да, панкейкиміздің бетіне жағып әдемілейміз. Мінекей тура осылай кондитерлік мешочекқа салып аламыз да, осылай әдемілеп шығамыз. Шоколадтың орнына бал, сгущенка құйып шықсаңыздар да болады. Мінекей біздің панкейкиларымыз дайын. Осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.